Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Қоңыраулы қала. Бедокурдың серігі спорт. Қытың келді. Тиіспешімі. Мәсаған. Сымбаты, сүйкімді. Қай жағынан қарасаң да керемет. Бүгін немен шұғылдансам екен? Апайя, түскі пошта. Жақсы ой екен. Спорт, қозы қарынға пайдалы. Қалай болғанда да іске сәт. Болтым, қалай айтсам екен, іш пыстырады екен. Бұдан көрі ширағырақ іс болса. Кроссовки. Тура таптым. Ойлап таптым. Жүгірем. Маған керек осы тамаша. Бір, екі. Манюняға спорттың пайдасы туралы айтып берейінші. Қара басыңның қамын ғана ойлаған болмайды. Қайырлы таң, Манюня. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Таңғасымды ішіп болған соң ғана қайырлы күн деп айталам. Солай ма, Аусти, кел. Неге жүгіре бересің? Алақай. Көріп тұрғаныңдай, мен спортпен айналысып жатырмын. Доғар енді. Қайда шығып алдың? Бері кел. Айттым ғой, мен спортпен айналысып жатырмын. Саған да айтар ақылым спортты қолға ал. Олай болса тамаша. Айнасқан кәсігімен айналса бер. Тек бұдан басқа жерде. Манюнь, сен де тосап барма. Тосап керек өзім. Кешір. Тосаппен дәмдірек болатын шығар деп едім. Қазір алып берем. Аяқпен үстелдің үстіне шығып алған ес. Бәл шауда. Мұның не? Саған жаңғақ шашылды. Қазір қызып атыр. Мен артыңа тығылам. Қане, қойта. Жанымызды орамалға түйдік ау. Тамақтың артынан шетін сусын, компот, киселі, тарқын беретін шығар деп едім. Жаман емес, кегізіп жатырмын. Қайта ол менің ығымда болды. Оның кесірінен тіл қатпай кете жазадық қой. Бір, екі. Не болды сонша? Сәлем, Панкрат. Саған бір шаруамен келіп едім. Ал, амансың ба? Сен ең ақылды жан емессің бе, ха? Иә. Мұнан айтшы, жүгіру шынымен де пайдалы ма? Иә, пайдасы зор. Спорт күш береді. Міне, көз жеткізем десең. Жұлдыздар қайда? Көкте. Қысқасы, спорттың пайдасы зор. Өзің неге жүгірмейсің? Кәмпит. Мен ақыл ойды жетілдірем. Ол да пайдалы. Қайдан ғана тауып аласың. Оны неге жасырасың? Менің оқулықтарым. Роман, сөздік, химия, физика, биология. Ай, арқамай.
Бедокур сілкініс болып жатыр. Тригонометрия. Тағы бір кітап. Көмектес ұстап ал мені, құтқар мені. Ұшып келем. Қане, міне ұшып келем. Жоғал. Мәс саған. Кітап. Шынында да жаттықтырады екен. Бір, екі. Бе. Компьютер қантырын. Бір, екі. Ай. Қиындық туындады. Атшы! Сәлем, Ваня. Сенен не қызық болып жатыр? Сәлем. Мәс саған жаңа заттар пайда болыпты ғой. Мынау не сонда? Мынау не? Түктемес, ол жаян шейін. Түктеме жаян жейін дейсің бе? Бір көргі бола ма сонда? Жоқ, болмайды. Бедокур, болмайды. Болмайды. Қой деген соң қой. Мен үшін бұл өте маңызды үлгі молекулярлы. Өтінем. Жарайды. Тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Өде. Мәс саған ғажап қой. Әлбетте, бұл теңде шоқ туында жаңартылған Jingle City ұшықты сешкін Тек. Эргономикалық үлгіде жасалған. Жинағанда өте ыңғайлы, ұзақ уақыт пайдалануға болады. Ең бастысы өте сапалы. Шеттік беркелер конструкцияны. Жоқ, олай бол мүмкін емес. Бұл мәселені мен қазір шешемін. Маған қарай домалатпа, сабыр ет. Жүгіріктер, ашуыңды сол сәтте басат. Бұл табылған ақыл екен. Бұл ең керемет пьеса болады. Ханзада мен ханшайым. Солай емес пе, Федин? Әтең, ешкімді құтқарудың қажеті жоқ. Аяғыма жұқпай кетті. Қашықтыққа жүгіретін жаңа рөл табыла ма? Кімге дейсің? Дәл таптым. Жерік сері, ең мықты рөл. Саған мына түс мүлдем жараспайды. Әй, сендер не түсіншедіңдер. Қазір сендерге бәрін көрсетіп берем. Бар болу немесе бордай тосыл. Декорация. Көп саған қаншырет айттым. Не болып кетті? Бастарыңда балеңдер. Көмектесіңдер! Фрося, мен сені құтқарам. Сен құтқара бер, мен жолынан қалмайын. Пьесаның маңызғасы әлде қайда қызықты. Қазір көмектесем. Көмектесіңдер! Шыдай тұр, келе жатырмын. Фрося! Қойылымның құтқарып алатын жері осы. Айттым ғой. Котя, әй, Котя. Не болды? Осы сен неге жүгірмейсің? Жұмысым көп, еріккенің ермегіне уақытым жоқ. Өзің жазып едің ғой, спорт деген серігіңде. Мәселе осында екен ғой. Жайын шейін бір мақала жазу керек болды. Содан алдым да спорт туралы жаза салдым. Солай да етуге бола ма екен? Мен ішілмен сеніп жүрсем, сонда бәрі бекер ме? Күш қуатың сарпылғанша, алақаның керлегенше, аяғың қажалғанша жарым болудың қажеті жоқ па еді сонда? Сен мені түсініп тұрған жоқсың. Спорттың пайдасы зор. Бірақ менің уақытым жоқ. Жазуым керек, жазатын дүнием көп. Не деген ақыл болсын? Не газетінде? Қоратын ба? Кіммен? Не білдірдің? Қане топта? Өтінем сенен жоқ. Уайымдаман сүріп жатырмын. Асықпа. Кадрдың сыртына шығып кеткен. Маған торта қалдыңдаршы. Кешіріңдерші мені. Бұдан бұлай тентек болмайым. Спорт деген сөзді аузыма да алмайым. Бедокур атымен ант етем. О не деген, спорт деген керемет. Ғажап, тамаша, нағыз ерлік. Ең бастысы сахнаға пайдасы зор. Солай ма?
зақымданып қалу ғажап емес. Не істемес болып тұрғандарыңды білмеймін. Бұл менің жаңа құрылғымның кілті алған шығар. Қойшы енді. Ең басы Бедокур спорттың қаншалықты қызықты екенін көрсетті. Иә, оны мен көрсеттім. Достар, меніңше Бедокурдан тәп-тәуір жаттықтырушы шығады. Панкратжан, жарайсың. Мен спорттың жаңа түрін ойлап таптым. Қандай? Сендерден. Қысқасы сендерді жаттықтырып жүргенімді. Қоңыраулы қала. Оққағар. Біздің мынау қаламызда ғажайыптар болады. Жалғуды білмейміз бе? Қалай? Қазір көреміз. Көмектесіңдер. Құтқарыңдар. Көмектесіңдер. Жаман емес. Панкрат, мені құтқаршы. Өтінем сұраймын, құтқарыңдар. Айғайлай бермеші. Аяғымнан тартпа. Панкрат, мен өлім аузынан аман алып қалдың. Сағандан ризамын. Сенің алдыңда қарыздармын. Тым әсірелемеші. Жанымды орамалға түйіп едім. Өмірім өз қолыңда еді. Сенің арқаңда аман қалдым. Қандай жағдай болмасын, басыңа қара бұлт үйірсе де, саған міндетті түрде қол ұшын берем. Ниетіңе рахмет. Менің басыма қара бұлт үйіріле қоймас. Құтқару үшін оның бәрін жасаймыз ғой. Көрте тұр. Түсінікті болды. Ал мен кеттім. Бара ғой, Панкрат. Енді қорқатын түгі де жоқ. Енді біз бір бүтінбіз. Панкрат пен Бедокур. Біріктіргенде пана қамқор. Ауқымына таңданып тұрсың ба? Мұнда не болып жатыр? Мұнда құрылыс болып жатыр. Әлгі аты қалай еді? Қорғаныс құрылысы жүйесі. Мен дабыл белгісін жүргізім, өзің байқағандай жер тасақ қаза басадым. Жақын арада осы аумақты тікенекті сыммен қоршаймын. Бүге шегесіне қарап шығам десең, міне, Есің дұрыс па? жеткіліксіз деп ойлайсың ба? Оның рас, Панкрат. Сөзіңнің жаны бар. Дұрыс айтасың. Қорғанысты күшейтеміз. Үйді иттер күзетеді. Иә, иттер. Жоқ. Аю күзетеді. Айбарлы ағаю күзетеді. Бізде ағаю атымен жоқ қой. Жұртты соған сендіріп айтасың ау, Панкрат. Мәссаған. Содан мен оған бізде ағаю деген атымен жоқ деп едім. Ке атырып етпек, Панкрат. Алаң болма, бәрін өзіміз бақылап жатырмыз. Бедокур. Бедокур тыныштық па? Сөйлеме, қолыңды көтер. Қолымды көтермей өлі саусағымды қимылдатпаймын. Таптың кетсін. Солай ма? Қолға түстің бе, Менің жол дорбама тиіспе тар қолымда. Бедокур, мұның не? Бұл жеке адамның иелігі. Өткен жылы сен де мен өлім аузынан аман алып қалдың. Бұл менің ойыншық емес. Мен қандай апаттан құтқармақсың? Айтшы. Менің қандай қатысым бар? Сен қорғалушымның өміріне қауіп төндіріп тұрсың. Кімнің? Қане? Немене қане? Сен сөзіме сенбеп едің. Зақпаны алып алам. Бұл суық қару, ыстық қару, қысқасы қару. Панкрат, бұл не қойылым? Түк түсінсем бұйырмасын. Бұл бастамасы сияқты ғой. Дәмін көр, жаңа ғана пісірдім. Рахмет, Манюнь. Үйің сондай жайлы екен. Әйтпесе, алдыңда не күтіп тұрғанын да білмейсің. Қозғалма, алдымен мен дәмін көрем. Менің балгүлшем. Мұнда не боп жатыр, Қалай айтсам екен, мына құбыжық менің оққағарым болып жүр. Өз-өзінен. Түсінікті. Енді осы іске беріліп кетті ме? Солай ма, қалқам? Манюн, артынан ішетін сусын бересің бе? Балгүлшем әлі әсер етпеді ме? Не дейсің? Әсер етпеді деп нені айтасың? Балгүлшеге у қосқанмын. У қосқан несі? Рахмет саған, Манюня. Зәре ұқтың қашырдың ау. Мен мұны Бедокур ем шарасы деп атаймын.
Бірақ оның да күші тез қайтады. Сәлем, Федюня. О, Панкрат, да? Күзет осында. Ой. Сәлем, Панкрат. Ваня. Ваня, мұның не? Кім бар? Қалай болғанда да әрекет ет. Ой! Котя! Ой! Котя! О, мәссаған. Мұнаның бәрі мұнда қайдан жүр? Бедакур! Мен өз үйіме қамағаным қалай? Босат! Панкрат, мұнда не болып жатыр? Панкрат! Деняк! Панкрат, көмектесші! Деняк! Бар, қараңды батыр. Бұдан бұлай Панкратпен сәрсенбі сайын кездесіп шүйіркелесіп тұрасыңдар. Мұнанда сүйреттен қайдағы болмашы бір дүниені. Бедакур ем шарасы. Дұрыс! Бедакур ем шарасы! Құтқарыңдар! Құтқарыңдар! Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! 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 Мені Панкрат шақырды-ау деймін. Панкрат, өзің түсе алмайсың ба? Мұнда не істеп жүрсің, Жоқ, түсе алмаймын. Адал оққа қарым қағып алса екен деймін. Ал жарайды, секір. Қазір. Қабат деген аяғымды қайырып алдым-ау деймін. Мені көтеріп апарасың ба? Жылдамырақ жүрші, әлі оразамды ашқан жоқпын. Екінші аяғымды ауыртып алдым-ау деймін. Маған қарама, тіпті ойыңа далма. Қоятын түрің жоқ қой. Бұдан бұлай оққа қарың болмаймын. Болды, жетер. Демек, мені күзетуден бас тартасың ғой. Өзің бас тартасың. Мен ондайды естіген емеспін. Сен шыдамның да шегі болатын білмейді екенсің. Өзің беймаза, айтқаннан қайтпайтын, тіпті арсыз екенсің. Ұзын сөздің қысқасы жетер. Ағайы өзінде қалай берсін. Жоспарым іске асты. Панкрат, біз келе жатырмыз! Панкрат, шыда! Жылдам! Уайымдамаңдар. Оққа қарым жұмыстан өз еркімен кетті. Сондықтан маған қауіп қатер төніп тұрған жоқ. Аю ше, аю қайда? Аю әлі оянған жоқ. Жеңгіліктерді күзету деген оңай шаруа емес екен. Көмектесіңдер. Қоңыраулы қала. 3-ші қабат. Бірер қабатты үй деген қызықсыз. Өткен ғасырдың ертегісіндегі дүние. Бірақ қабат. Қызықсыз ғана емес, шалғайсыз келсем. Мегаполис деп ауыз толтырып айтуға ерте әрине, бірақ бір нәрсе айдан анық жеңілсе міндетті түрде көкке қарай өсіп қарқынды дамиды. Қаланың жобасы дайын болып қалды. Жоқ, маған атақ-даңқты қажет жоқ. Мейірімім үстем болып жатса көреміз ғой. Сонда күн туып жатса, ең бастысы бастамасы ғой. Соны қолға алайын деп жатырмын. Соны қолға алайын деп жатыр.
мен Ваняның жұмысын жеңілдетейінші. Ту, не болды? Сәлем. Сәлем. Мәсіғым. Педакур, тағы не болды? Өзім де солай ойлап едім. Нені айтасың? Жайыншейін, мен ұлылықтың белгісін айтам. Мынау не? Ұлылықтың белгісі деген осы ғой. Сен әлдеқандай болмаш. Мына мүсін қабілетсіз қолынан шыққан туында. Сен өзің тіпті. Бұл да саған сөз оқпа? Мынандай болмашы нәрсе жасап, 3-ші қабат саламыз. Не қажеті бар? Не қажеті бар дейді? Түк түсінсен бермасын. Сен суретші әрі мүсінші емессің бе? Шабыттанасың, басыңа бақ қонады. Солай емес пе? Оған дауым жоқ. Мен суретшімін. Қылқалам шеберіне кеңістік керек. Әрі озық ойы керек, ол да аса маңызды. Түсіндің бе? Міне, қара. Мынау қалай? Мынау ше? Бұдан озық ой болуы мүмкін емес қой. Әбден мүмкін. Көп қабатты тұрған үй. Немене? Көз алдыңа елестетші. Газеттер жарысып, тақырыбын айғайлатып. Джингли Ситидегі алғашқы 3 қабатты үй. Заманымыздың ұлы суретшісі Динканың қолынан және одан кем түспейтін құрылыс жұмыстары басшысының қолынан шыққан туынды. Меніңше, бұлай деген жақсы естіледі. Динканың қолынан шыққан туынды көкке апаратын алғашқы баспалдақ. Бедакурдың да. Оны қойшы, болмашы нәрсе, атап айтудың қажет жоқ. Қане, құрылысшы, құрал-саймандар тауып қой. Мен шабыт шақырайын. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Жақ, қойшы. Түкке тұрмайтын нәрсені айтпай. Сызба деген жалықтырып жіберді. Бип, құрал-саймандарды алып кел. Бәрекелді. Ойға не келсе, соны істейміз. Түбегейлі өзгерткеніміз бекер шығар, Өнерде мәміле деген болмайды. Денек, бәрі дұрыс па? Біздің қаламызда ғажайыптар болып жатыр. Мұнда не болып жатыр? Бикеш, мұнда не істеп жүрсіз? Не білдіріп жүргендеріңді қайта сен маған айт. Денек? Уайымдама, Манюнь. Бәрі ойдағыдай жоспар бойынша. Қайдағы жоспарды айтасың? Әлгі анау. Қалқам, бәрі құрылыс жоспарына сай жасалып жатыр. Жаңа ғана шатырды жөндеу жұмыстар сәтті аяқталды. Бірде-бір тіреуіш элементке салмақ түсіп, зақымдаған жоқ. Қазір не болса соны айтатын элемент зақымданады. Бәрі ойдағыдай, Манюнь. Мен 3-ші қабат салмақ болдым. Мен сәулетшімін, мен жаратушымын. Мынау менің бас құрылысшым Бедакур. Бас құрылысшы емес, құрылыс жұмыстарының бастығы. Майда шетел сөз қылмаш. 3-ші қабатты қайтайын деп едің, 2-ші қабатыңда жоқ қой. Қайткені несі? Таза ауамен демалам. Құстар сайрайды.
қайсы бірін айтам? Жүр, саған көрсетейін. Ана жақтан керемет көрініс тамашалауға болады. Ол жаққа қалай көтерілеміз? Жақын арада бұл жерде айналмалы саты болады. Көкке көтерілетін саты. Ал әзірше көкке көтерілетін асылмалы басқыш. Мәссаған, не деген керемет. Айттым ғой саған. Мына құбылысты қайтесің? Оу, сенің үйіңе отыра тұрайық, Манюн. Әйтпесе, менің де үйім алыстау. Малмандай су болам. Жоқ, үйімнің тасталқан шығарып жүрсеңдер. Көкке көтерілетін баспалдақ. Денек. Көз қарасың бір түрлі ғой. Шатырымда! Қайта! Сендерден қайда қашып құтылам? Өзіме бір қабатты үй жетеді. Шатыры бүтін болса болды. Мен мүлде. Әзілдегенім ғой. Әзілің қандай жаман еді, Манюин. Мен баспанасы жоқ, суретші болдым ғой. Суретші деген азап шегу керек. Соған бола уайым қайыға салынба. Бәрін жөндеп береміз. Жаңбырда қойып қалды. Ең бастысы кім еді әлгі бас құрылысшыңа сене берме. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Бастығы! Керек десең, мен өз жұмысымды орындадым. Шатырды бұздым. Басқасына шаруам жоқ. Келіскен жоқпын. Сонда қалай? 3-ші қабат сал деген ұсыныс айтқан сен емес пе едің? Ай, тентек неме? Немене? Өзің емес пе шабыт шақырып жүрген денек? Ақыр айғында Бедокур кінәлі болды ма? Міне, мына түріммен қайдағы жаратушы болам? Мен қиратушымын. Несі бар? Ол да жаман емес. Қиратушы. Міне тағы басталды. Ал сен Бедокур, бұдан бұлай еш уақытта. Сенің де жетсіп тұрғаның шамалы. Жарайды, көмекке Ваняны шақыру керек. Міне менің сызбаларым қайда? Мұнда қайдан келген сұрамай-ақ қояйын. Қысқасы, мұның бәрін мен білдірдім. Кешіріңдерші, Тапқан екенсің. Денек! Жарайды, сен де кешір. Мен де оңып тұрған жоқпын. Вань, бәрін қалпына келтіресің ғой. Әйтпесе шабыт деген келе береді. Оған кеңістік керек. Алдымен нұсқаулықпен жақсылап тұрып танысып ал. Екіншіден бастаған істі аяғына дейін жеткізіп үйрет. Үшіншіден құрал саймандарды реттеп, соңынан ілесіп жүріңдер. Қанекей, менің артынан жүрдер. мен кәмпитті қалдырмай жеймін ғой. Ваня, мен құрылыс жұмыстарының бастығы болайынша? Жоқ. Тым болмаса құрылысшы болайынша? Жарайды. Тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Қоңыраулы қала. Бас аспаз. Сәлем, Маня. Мына керемет есім орнымды жарып барады. Маған тездет дәмді ас берші, жылдан болсаңшы, қане. Қайда асық барасың? Бір мәселені тездет шешуім керек. Панкрат болса маған әлгі не дейді, қалай еді? Қысқасы, дәмді тамақ жеген соң жақсы ой келеді. Иә, солай. Содан не туралы ойланбақсың? Мынау не? Балықтың тұзығы әзірше дайын болған жоқ. Айтпақшы, дәмін көр деп сені ешкім шақырған жоқ. Бәріне бұрын тәртіп болу керек. Тәртіп болмаса ше, сонда қайтесің? Ондай жағдайда бір шара бар.
Оқтым, түсінікті. Жарайды, сенен аяғанды ичесін. Рахмет, не деген ақ көңіл едің. Манюня, маған кәмпит берсең, міндетті түрде сенімен бөлсемін. Кәмпит бермесем ше? Онда бөлсетін түк те болмайды. Түсінікті. Сонымен не туралы ойланам деп жатыр едің? Енді ойлана бастадым. Немен айналсам екен, жалығып кеттім бәріне. Өзіңе бір жұмыс тап. Мәселен, мен жұмыс істеймін, сондықтан жалығып ерігетін уақытым жоқ. О, дұрыс айтасың. Мен саған көмектесейін. Иә, көмектесейін. Мұның не? Сенің барынан жоғың артық. Білдіргенді ғана білесің. Не деген керемет. Ұлпақар жауып тұрғандай. Керемет дейді. Бедакур, бұрынғы әдетіңді бастадың. Тап қазір түшпараның ішіндегі салмасыдай болып жатырсың. Үсті басың ұн. Дәл солай, тура таптың. Мен жан біткен сөйлейтін түшпарамын. Тыңдашы, маған бір ой келді. Мені тоңазытқышқа отырғызшы. Үйіңе мейман келсе, тоңазытқышты ашып, бұл не дейсің? Сонда мен секіріп шығамын. Тапқан екенсің, сен тоңазытқышқа жақындатсын. Бітті, аш қалдық дей бер. Бәрін жемей, өтірік айтсам, Бедакур атын өшсін. Бәрін жесем, қарным жарылады ғой. Сен шамаңды білмейді екенсің. Жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жарылсын дегендей. Бәрін жалмап кетесің. Мынауың табылған ақыл екен. Суық ақыл ойды жақсы сергітеді дейді. Бірақ біреулердің сергітетіне ақыл ой аздау. Суықтан тіпті ойлана алмай қалар. Сәлем, Манюня. Сәлем, Көте. Мынау не? Бірінде өзі? Мынау шамалдық қой. Бедакур біраз тоңазытқышта отырам деп шешті. Несі бар? Мен аздап үйді жинастырып үлгердім. Қой, сүт екен десем, қыша болып шықты ғой. Қышаны көрінетін жерге қоям екен. Қозы қарныма оба болды. Қышаң кішімді удай аштырып жіберді. Олай болса, рұқсатсыз еш нәрсеге тиіспе. Қайдағы қой сүт, қайдағы қышаны айт кеттіңдер. Манюня сұхбат алып суретке түсірем деп едім ғой. Ұмыттың ба? Ертең газеттің бірінші бетіне Манюня қаламыздың бас аспазшысы деп басып шығарамыз. Бәлішті қайтемін. Сонда сөз қылып, оны кез келген жан әзірлей алады ғой. Мәселен, мен әзірлей алам. Дұрыс айтады. Жыршы енді өтінемін. Жыршы. Жарайды. Қағазда жазылғанда ірімшік пен пияз қосылған бәліш жасайсың. Міне, мұнда жазылған. Мұқият бол, шатастырып алма. Айтсам болды, мені білесің ғой. Білген соң ескертіп жатырмын. Мен аспазбын, ұлы аспазбын. Ас бөлменің иесі, қазан ошақтың билеушісі, ыдыс-аяқтың патшасы, бас аспаз Бедакурмын дәл солай. Не істеу керек еді? Қамыр илеу. Иә, солда сөз болып па? Опағай, міне. Жібер, босат. Солай ма? Қарсы ме? Көрсетейін саған. Ас әзірлеу деген оңай шаруа емес екен. Қолға түстің бе? Тамақты Манюняның өзі әзірлесін. Мен қолынан келетін іспен айналсайын. Аязби әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп бекер айтпаған екен. Жазамыз. Неден бастарымды да білмеймін. Оқырмандарымыз бас аспаздың басты ережелерін білгісі келеді. Бас аспаз немі бәрін бақылап тұру керек. Сәлем, Манюнь. Өй, сен Манюня емессің ғой. Не болды? Ол маған аманат етіп кеткен. Көрдің ме? Бәліш әзірлеп жатырмын. Әзірлей аласың ба? Манюня маған бәліш әзірле деп сені тапсырып кетсе, демек әзірлей алам. Мәссаған, керемет қандай бәліш әзірлеп жатырсың? Көріп тұрған жоқсың ба? Ет қосқан бәліш. О, менің сүйіктасым. Көмектесейін бе? Манюня бұл шаруаны маған ғана сеніп тапсырып кетті. Дегенің болсын, көмектесе ғой. Алдымен тосаптың шаруасын бітірейін. Шама шарқыңды біл, соны ойдан шығарма. Аз нәрсені қанағат ет. Бас аспаз барынша сабырлы болуға тиіс. Басты ұстанымы сабырлылық пен сергектік.
Ал, қалай? Болады. Мына түріңмен менің арқамда тамақ әзірлеуді үйреніп кетесің. Енді пешке саламын. Жоқ. Өзім салам, Панкратжан. Сен бара бер. 1 сағаттан соң кел. Дәмі қашан көреді? Манюня қайда? Котяға сұхбат беріп отыр. Маған бәліш пісіруді сеніп тапсырып кетті. Көрдің бе? Көмектесесің бе? Әрине. Олай болса кел, үстелдің үстінде әзірлеу әдісі бар. Тағы бір айта кететін жайт, азық-түлікті турау әдісі. Ол зергерлік өнермен пара-пар. Сәбізді жіптей, орам жапырақты шашақтай етіп, жіңішке етіп турау керек. Ас бөлмесі айнадай жарқырап, таза болуға тиіс. Біздің кәсібімізде ең басты нәрсе ұқыптылық. Мұқият болып, азық-түліктің ең дәмін таңдау керек. Ең бастысы, салауатты өмір салтын ұстану керек. Қант, кәмпит, шоколад аздап қосу керек. Нағыз аспаз оны ойдан шығармайды. Пешке салатын уақыт болды-ау деймін. Пешті тағы ыстайын. Тездетіп піссін. Қане көрейік. Я. Әлі ұзақ па? Сірдік. Көптен көп рахмет саған, Манюня. Жақсы болды, тезірек қайтуым керек. Әлденеге алаңдап мазам болмай тұр. Бәлеш. Алаңдап тұрғанды қараш. Көрдің бе, бәрі ойдағыдай. Бедақор айтса, сөзінде тұрады. Не қосып әзірледің? Ет қосылған. Жоға алма қосқан, орам жапырақты қосқан сияқты. Шоколадта қосыпты. Мәссаған бәрін қоса салғансың ба? Несі бар? Бөлек-бөлек бәліш әзірлеп жүргеннен гөрі біреуін жасай салдым. Біле білсең, бұл бәліштің әзірлеу әдісін мен ғана білем. Бас аспаз, Бедақордың әдісі. Бірінші кім тәмін көреді? Менің бір тік шаруам бар екен ғой, ұмытып барады екен. Мен үйдегі электрараны өшірмей кеттім. Негізі аш емеспін, рас айтам. Ақыры бәрі тоқ екен. Дәмді бәліш әзірлейтін уақытым бар екен. Маған көмектесем дейтіндерің бар ма? Мен данышпанмын. Дәмдісін ай. Не деген дәмді ас. Манюня, еңбектенгенім үшін маған сый-сияпат бересің ғой. Сый-сияпатты алдың ғой. Иә, Бедақордың ас әзірлеуде құпиясыры болған бәрімізге де жақсы болды. Аш қалсаң қалатын шығарсың, бірақ ішің пысып жалықпайсың. Ол рас. Жарықты кім өшірді? Ей, бас аспас болған түрінен болайын. Требуется злодей. Отырып қалыппын ғой. Ал қалай? Шытырман әдебиет апталығы аяқталды ма? Сен болмасаң біртүрлі қызықсыз болып қалады екен. Иә. Рас па? Сен өмір жалықпайды екен деп ойласам? Шын мәнде еш жерге сыймай қаттым. Иә. Аналарды қара. Кімдерді көріп тұрмын? Мынаны қара. Көрмей кеттің ғой, достым. Бұл жерге тіпті әңгіме айтудың да қажеті жоқ. Әдемісін ай. Әй, данышпан, менің көрмеме келуді ұмытпа. Міндетті түрде келем.
Жұрттың бәрі не деген ақ көңіл, мейірімді. Түх! Көрмеме келуді ұмытпа. Бе, жалықтырып жібермей ме? Сәлем, Панкрат. Үйге кіріп бәлі шеткет. Бүлдірген қосқан бәліш болар. Бардағы Манюняның бәлішін жымқырып кет. Қызық болсын. Не үшін? Сұрасам да бере салады ғой. Қараш, Манюня, маған бәлішінен бір тілік берші. Өтінем. Ай, расында да жалығып кеттім. Кітаптағы өмір басқа. Неге болмасқа? Мен қалаға жан бітірейін. Ваня, сен жауыз құлтемір жасай аласың ба? Қаныпезер жауыз робот болса. Ойына не келсе соны істейтін. Әзіл ғой. Қолыңнан келетін беді. Көре, тек дәл қазір емес. Дәл қазір мен көмекші робот жасап жатырмын. Мен үшін сол маңыздырақ. Жасай алмасаң амал қанша. Бәрін өз қолым алуыма тура келеді. Жалықтырған қаланы құтқаратын кез келді. Панкраттың келер қолынан. Достарының оған көзі жеткен. Тартты сыйға ол мына Ватербас. Дайын болды. Енді Джингл Ситиде тұңғыш рет жауыз пайда болады. Оның есімі Қара Панкрат. Жоқ, жұрттың бәрі мен екенімді біліп қоятын шығар. Қара П болсын. Керемет. Ой, құпия сырға толды ау. Жауыздың иығына түсер ауыртпалық көп екен ғой. Шырын сығатын құрылғым зілдей. Не деген жауыздық? Әзілің бе? Шырын сығатын құрылғыны тонап не көрінді? Тонаған жоқ. Есігімнің алдындағы баспалдаққа дейін сүйретіп алып келді. Көмектесіп, есімін атамай жасырып қалды. Кім екенін мен білемін. Кім? Ержүрек әрі мейірімді Ханзада. Меніңше, Федюня. Әне өзде келді. Хей, батыр! Мен шынымен жан түршігетіндей бір жауыздық жасауым керек. Дәл солай. Жоқ. Кейін бәрін бұрынғы қалпына қайтарам. Мәселе қозғалыста, оған итермелеуде. Төбен көкке жеткенде болады. Тыныш. Мен сендерге соны сыйлайым. Ой, ауырып кетті ғой. Екіншіден, әсемдікті жоқ қылу. Қане көрек. Бам! Мынау ойға келмеген ғажап қой. Қараңдаршы, не деген бояу. О, батыл секен. Кімнің секенін білмеймін. Бірақ бәсекелесім бар екен айдан анық болды. Не дейді? Болды. Зұлымның не екенін көрсететін уақыт келді. Үшіншіден, сұмдық, үрей, ақыр заман. Әлі көресіңдер. Басқаша сайрап кетесіңдер. Ондай сахнаны көргенде шектеріңді тартып өздерің көресіңдер.
бейтаныс ержүрек батыр тапқан екенсіңдер. Сендерге үрей тудыратын қойылым қойып берейін. Кеттік. Панкрат, мұнда екенсің ғой. Не болып жатыр? Бұл жүрек жұтқан көмекшіміздің ісі ғой. Гүл мерекесінен кейін сахнаны бұза алмай жүргенімізге 2 апта болды. Жүре алмай кеткенбіз. Енді міне. Не? Панкрат? Не болды? Мұнда неге салбырап Мен емес. тұрсың? Ол басқа. Үстіңдегі Мен киімің не? Мен сіз танымаймын. Не болып қалды? Қара киген ержүрек сен екенсің ғой. Қайдағы ержүректі айтасың? Ей, достар, мен қара киген белгісіз жан таптым. Кім екенін табыңдаршы? Ол Панкрат! Жарайсың, Панкрат! Панкрат, бізге неге айтпадың? Өйткені мен ержүрек батыр емеспін. Қанпезермін. Жауызбын. Мәссаған, жаңалық деп осыны айт. Жоқ, керек жоқ. Мұнда еске шабыт берген еді. Болашақта да осы істі жалғастыратын ойыңыз бар ма? Мен... Достым, сен мыжың екен деп жүрсем, жаратушы екенсің ғой. Меніңше, ақылдасып ойлан, бірлесіп, көрме ашуымыз керек. Жетер енді. Мен ержүрек емеспін. Мен жауыздық жасағанмын. Бұ, қала бір сергісін деп едім. Қолымнан түк те келмеді. Оның не? Нағыз жытырман болды. Әрі құпия сырға толы болды. Жырын сығатын құрылғаны кім әкелтеп қанша уақыт басқа тұрғанды білсең. Рас ба? Әрине рас. Қоршауды бояғаның тіпті керемет. Күтпеген жерден тосын сый болды. Жарайды, олай болса тағы бір көрейін. Тоқта, біле білсең, Джингл Ситидегі шытырман оқиғаларға мен жауаптымын. Сондықтан жауыздар демала берсін.